Әлемде жыл сайын жүрек-қан тамырлары дертінен көз жұматын жандардың саны артып келеді. Медицина мамандары мұндай дерт көрсеткішінің өсуіне бір ғана фактор әсер ететінін айтуда. Себебі біріміз мұндай сырқаттың алғашқы белгілеріне мән бермесек, біріміз дәрігерлік тексеруден күнделікті күйбең тіршілікпен кейінге шегеріп жатамыз. Әйтсе де жүрек-қан тамырларының дертінің алдын алуды жолдары мен амалдары барын ескере жүргеніміз абзал. Жүрек-қан тамырлары ауруы дегеніміз не? Адам баласы екі нәрсенің қадірін білмейді. Бірі денсаулық, бірі уақыт. Ал екеуінің де қадірін білген бақыт. Олай болса, жүрек-қан тамырлары дерті тақырыбына сөзімізді жалғап, алдын алудың жолдарын айта өтейік. Қимыл қозғалыс. Адам әр сәтте қимыл қозғалыста болу керек. Жаттығу жасап, серуенге шығу жүрекке пайдалы. Қан қысымы мен холестерин мөлшерін қалыпты болады. Сондықтан да салауатты өмір салтын сақтану маңызды. Қан қысымыңызды тексеріп тұрыңыз. Қан қысымының көтерілуі немесе төмендеуі денсаулыққа аса қауіпті. Оның соңы инсультке алып келуі мүмкін. Сондықтан қан қысымын тексеріп тұру аса маңызды. Медицинада адамның тұрақты қан қысымы 120-да 80 болуы керек. Қан қысымы бір күн ішінде өзгеріп отырады. Өзгеруіне тұтынатын тағамдарыңыз бен алкогольді, сондай-ақ күйзеліс әсер етеді. Сондықтан қан қысымыңыз қандай екенін білу үшін бір күнде бірнеше рет өлшеткеніңіз дұрыс. Қан қысымын төмендету үшін не істеу керек? Салмақ тастау керек. Артық салмақ болса жүректің қан айналымын қиындатады. Ішімдікті қою керек. Тұз мөлшерін азайту керек. Бір күндегі тұз мөлшері 5 граммнан аспауы тиіс. Холестерин мөлшерін тексеріп тұрыңыз. Қан құрамындағы холестериннің жоғары болуы инфаркт пен инсультке шалдықтыруы мүмкін. Дұрыс тамақтанудың көмегімен қандағы холестерин деңгейін қадағалап отыру қажет. Қандағы қант мөлшерін өлшетіп тұрыңыз. Егер сіздің қаныңызда қант мөлшері жоғары болса, міндетті түрде дәрігерден ақыл кеңес алыңыз. Қандай жағдайда қандағы қант мөлшері жоғарылайтынын да біле жүріңіз. Ұйқы қанбағанда, артық салмақ қосқанда, ішімдік ішкенде, тұмауға қарсы дәрілер ішкенде қант мөлшері жоғары болады. Сондықтан қандағы қант мөлшерін тексертер алдында 8 сағат тамақтанбау керек. Дұрыс тамақтаныңыз. Бүкіл тағамдарды жүрекке пайдалы, зиянды және әсері жоқ ретінде бөліп алыңыз. Қандай тағамдарды жиі жеу керек? Жеміс-жидектер мен көкөністер, балықтар, сүт тағамдары, зәйтүн майы. Қандай тағамдарды тұтынбау керек? Тез дайындалатын тағамдар, мұздатылған тағамдар.